Атақты GTA San Andreas ойынын көбісі жастық кезінен ойнаған болар. Бұл ойын қазірде өзінің танымалдылығын жоғалтқан жоқ. Ойында көптеген криминалдық бандаларды көрсек болады. Алайда бұл қылмыстық топтар ойдан шығарылған фантастика емес. Олар шынымен де өмірде бар құбылыс. Ойындағы Лос-Сантос қаласы Американың Калифорния штатындағы Лос-Анджелес қаласынан көшіріліп алынған болатын. Лос-Анджелес 80-нен астам ауданнан тұрады. Лос-Анджелес округінің тұрғындарының саны 10 миллионнан асады. Лос-Анджелестегі қылмыстың орталығы қаланың оңтүстік бөлігі. Оны оңтүстік централ деп атайды. Оның ішінде 28 аудан бар. GTA San Andreas'тың басты кейіпкерлері тұратын Гантон ауданы осы оңтүстік централда орналасқан Комптон ауданынан алынған. 2000 жылғы ақш санағы бойынша мұнда 749 мың адам тұрған. Лос-Анджелестегі туристерге қаланың шетіне бармауға кеңес беріледі. Әдетте адамдар қауіпті аймақтарға бармауға тырысады. GTA San Andreas ойыны көбінесе 80-ші және 90-ші жылдардағы жағдайға негізделсе де, таңғаларлығы қазіргі уақыттың өзінде Лос-Анджелес пен оның маңында көптеген ірілі ұсақты қылмыстық топтар әрекет етеді. Олардың жалпы саны 700-ге жуық. Бұл топтар белгілі бір қалалық аудандарды бақылайды. Негізінен бұл жұмыссыздық деңгейі жоғары қала шетіндегі кедей аудандар. Мұндай аумақтарды халық арасында гетто деп атайды. Көбінесе бұл ұйымдасқан қылмыстық топтар нәсілдік немесе этникалық белгілер бойынша құрылады. Әсіресе саны 10 мың адамнан асатын қылмыстық топтар мега-бандалар көзге түседі. Лос-Анджелестегі мега-бандаларға қара нәсілділердің Пирус, Мара Сальватруча, Крипс және Бласт бандалары, сондай-ақ латын американдықтардың 18th Street, Latin Kings бандалары кіреді. Ойындағы қара нәсілдік екі негізгі бандалар, Баллас пен Groove Street Families бандалары аталған Крипс пен Бласт бандаларынан алынған. Ал ойындағы латындықтардың Вагос бандасы Latin Kings бандасынан көшірілген. CJ кірген Groove Street бандасы шын өмірдегі Крипс бандасынан алынған. Крипс ағылшынша мүгедек деген сөзден шыққан. Негізінен афроамерикандықтардан тұратын ақштағы ең ірі қылмыстық қоғамдастық. Түрлі дерек көздерге сәйкес 2019 жылы Крипс саны шамамен 125 мың, 130 мың адамды құрайды. Банда мүшелерінің ерекше белгісі көк, ашық көк және сұр түсті киім киюі, соның ішінде бандана кию. Кейде қолдарында таяқ ұстап жүреді. Бандаға қосылу үшін жігіт куәгерлердің көзінше қылмыс жасауы керек, ал қыз бала топтың үлкен мүшелерімен жыныстық қатынасқа түсуі керек. Олар өз жаргондарында сөйлейді, тіпті өз әліпбиі де бар. Оны ойындағы граффитилерден де байқауға болады. 1969 жылы Лос-Анджелесте 15 жасар Реймонд Вашингтон мен оның досы Стэнли Туки Уильямс негізін қалады. 1971 жылы банда мүшелері жапондық қарт әйелдерге шабуыл жасады. Олар кейін қылмыскерлерді мүгедек деп сипаттады, өйткені барлық шабуылдаушылар таяққа сүйеніп жүрген. Бұл оқиға туралы жергілікті газеттер жазған соң, банда Крипс болып танылып кетті. Ал ойындағы Баллас тобына шын өмірдегі Блац тобы негіз болды. Блац ағылшын тіліндегі қанды сөзінен шыққан. Оңтүстік централдағы 1972 жылдан бері бар афроамерикалық көше бандаларының бірлестігі. Блац тобының саны 20-30 мың адамға дейін бағаланады. Банда басқа топтармен көшеде төбелесу, заңсыз есірткі сату және басқа да қылмыстармен танымал. Көбінесе қызыл түсті киім киеді. Блац Крипс Стрит бандасымен соғысқан, осымен танымал болып кетті. Оңтүстік Калифорнияда алғашқы көше бандалар өткен ғасырдың 20-шы жылдарының шамасында пайда бола бастады. Алғашында қара нәсілділердің бандаларынан гөрі мексикалықтардың бандалары басым болатын. 1965 жылы Уотстегі тәртіпсіздіктерден кейін орта таптың тұрғындары оңтүстік Лос-Анджелестің маңындағы елді мекендерді жаппай тастап, көбінесе жұмыссыз жүрген кедейлер ғана қалды. Лос-Анджелестегі алғашқы гангстерлік топтар 1960 жылдардың соңында құрылды. Иммиграцияның толқындары жаңа келгендердің бір-бірімен бірге бастауына әкелді. Бандалар заңсыз есірткіні жаппай саудалай бастады. 80-ші жылдары крэк кокаин үлкен пайда әкелді. Бұл әртүрлі топтардың өз аумағын қатал түрде қорғауына әкелді. Оңтүстік Калифорнияның ерекше бандалық мәдениеті пайда болды. Бандалар барлық қоғамдық орындарды, саябақтарды, сауда нүктелерін, үйлер мен көшелерді басып алды. Оңтүстік Калифорниядағы кез келген банданың беделі оның өз территориясын қаншалықты жақсы басқаратынына байланысты болды. Оңтүстік Калифорнияда бандалар өз көшелерінің атауларын алды. Грейп Стрит, Жүзім көшесі, 18th Street, 18-ші көше, Хувер Стрит, Гувер көшесі, 38th Street, 38-ші көше, Пиру Стрит, Пиру көшесі және тағы да басқа. 80-ші жылдары қаланың бандалары айтарлықтай белсенді бола бастады. Олардың қылмыстары барған сайын қатыгез бола бастады. Бұл ең алдымен Калифорнияға Мексикадан жаппай келетін есірткінің кең таралуымен байланысты.
88 жылға қарай Лос-Анджелес округінде шамамен 45 мың латино банда мүшелері және 25 мың афроамерикандық банда мүшелері болды. Ондаған ауданда есірткінің ашық саудасы болды. 1988 жылда полициямен баспасөз бандалар жылы деп жариялады. Лос-Анджелестегі ең қанды жыл 92 жыл болды. Ол кезде 1092 адам қайтыс болды. 93 жылы Лос-Анджелес округінде 2040 кісі өлтіру оқиғасы болды. Оның 803-і бандалармен байланысты. Қарақшылық шабуылдардың саны 40 мыңға жетті. Қоғамдық орындарда кісі өлтіру саны өсті. 1992 жылы олардың саны 82%-ға жетті. 96 жылы 707 адам көшедегі кісі өлімнің құрбаны болған. 2002 жыл ең қанды жыл болды. GTA San Andreas ойыны неге дәл осы тарихи кезеңінен шабыттанғандығы түсінікті болар.